Әке отбасының тірегі. Бүгін оқушылар сарайында осы тақырыпта қалалық әкелер форумы өтті. Онда әкенің бала тәрбиесіндегі беделін арттыру, отбасылық құндылықты дамытуға серпін беретін тақырыптар талқыланды. Отбасылық тәрбиенің өзекті мәселелері бойынша өткен форумға қаладағы барлық ошақтарының әкелері, мұғалімдер қатысуда. Қалалық білім бөлімі ұйытқы болған шарадан әріптесім Қасымжан Байкүшіков әңгімелесін. Әке көрген оқ жонар деп дана халқымыз бекер айтпаса керек. Қалбесіктен жұққан тәрбиенің отбасылық институттармен реттелетіні анық. Сондықтан да өскелең ұрпаққа тәрбие беруде әкелер орнын айрықша етіп көрсетсе, балалардың тұлға болып қалыптасуына тікелей әсер етеді. Бүгін Тараз қаласында күшті дүние өтіп жатыр. Бұл не? Бұл әкелер форумы. Әкелерге арналған форум. Бұл площадка не береді бізге? Бұл площадка бізге әкелермен ата-ана ғой енді ең бастысы. Әкелердің рөлі, әкелердің өзінің орнын белгілеп аламыз. Әкелерге сіз отбасыңызға тек қана материал жағдайға қарамай, сіз рухани жағдайына, балдарыңыз не туралы ойлайды, балдарыңыз достары кім, балдарыңыз қандай мақсаттарды көздеп отыр деген нәрселерді талқылаймыз. Әкелерге тек қана бізден кеңес айту. Шара еркін форматта өткізілді. Қатысушылар өзін қызықтырған сұраққа бірден жауап алуға мүмкіндік болды. Тәрбиелік мәні зор болған іс-шарада отбасындағы әкенің рөлі, тәрбиесі жайында кеңінен сөз қозғалды. Әкенің орны шын мәнісінде бүгін форумда сөз болып жатқандай, енді әкенің орны жоғалып баратқан сөз. Себебі қазіргі таңда заман ағымына байланысты әке мал табу керек, семьяны асырау керек деген сияқты енді материалдық жағдаймен бесіп кеткені сөзсіз, енді оны жоққа шығарамаймыз. Десек те енді сол материалдық жағдайды бұлай әкенің жалпы отбасындағы орнында жоғалтпай, баламенен жиірек ақылдасып, кеңесіп, мейлінше бала әкемен дос болып жатса, ол енді болашағы үлкен зор болатын сөзсіз. Жақсы әке, балаға 40 жыл азық деген қанатты сөз бар. Әр отбасыда балалары менің әкем, менің анам деп ата-аналарын үлгі тұтып, мақтаныш етсе, әке мен ана да міне менің балам деп отырса, ол отбасы мақтанышы болып есептеледі. Өйткені әр шаңырақ шағын мемлекет. Мұндай кездесу балаларды тәрбиелеу ісіндегі әкелердің мәртебесі мен жауапкершілігін жоғарылатып, отбасы құндылықтарының нығаюы мен дамуына септігін тигізеді. Форум соңында алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыстарды жақсарту бойынша нақты ұсыныстар талқыланды. Қасымжан Байкүшіков, Қанат Бақытұлы, Айқын ақпарат.